Бұлауы ақылқан баланы қынықтанға бейқақу. Алдымен аналыма кіреліп, лай қасыр пагелікі екі ойынға. Қолымды ғақлы әлемде балам, баланың бетін қағара ақын қағалын қайым. Бұл баланың беті қаға. Егі мақтарымды басқаймын. Алдымен қақтың үстінен басқаймын. Ақ-қанан ұқалаймын. Қауқарымыздың басымен ұқалап, ек ағай үстілмеймін. Алдыға, арқа, күнгі қойы, ақ-қанан ұқалаймын. Бұл баланы қынықтанғаға. Одан ин қамайды ұқалаймын. Алдыға, арқа, күнгі қойы, қауқарымыздың басымен ақ-қанан ұқалаймын. Болға баланы қынықтанғаға. Видеом ұнаса, лайк басуға ұмытпаңыздар. Естігі қалалы тұрамыз. Одан ин күндің ортасынан қауқарымыздың басымен ақ-қанан ғана артқа, алдыға, айналға отырып басқа жасаймыз. Болғаға бала ұлауына келеймізді өрек, телефон қайық, сол бәрін қартағалып басады. Көрдің үстен ақ-қанан ғана гема оқырып қалап, қайтара басамыз. Қатты көмейміз, тек ана ақ-қанан ғана қауқарымызға қоямыз, баспаймыз қауқардан. Одан қақтың астынан ұқалаймыз. Содан кейін жаңаға қасырдың үстінен ақ-қанан ғана көреміз. Бұл да баланы қынықтанғаға көп көмейін береді. Одан ин мұрынның жағын беттен ақ-қанан ұқалаймыз. Бұл балаға тілек қақпаған баланың бетін бұл тіректері оянады. Яғни тілек қақпаған бір көйлейтін балалардың бет бұл тіректері босылады. Оларға ояқу үшін жағынға бұл тіректері басқа қақай оқыра ұққа бұл тіректері оятамыз. Ол жерде қан айналып жақсы болады. Неге бала тілін өте алмайтын балалар болады. Соны өтетін үшін еттің астында нүкте болады. Гәп ортасында екі жақын қосылған. Сол жеріне басқа жайып жасаймыз. Соған екі үстін қарасаймыз. Еттің үстінен, еттің астынан. Сөйтіп жақсы айналға отырып, екі жаққа соғып басқа жасаймыз. Одан кейін баланың басын кәкім айналға оқып, екі үстін басын сипалаймыз. Бұл да баланың тынысқалуына көп үміт береді. Енді тағы екі үстін қасын үстін қайталаймыз. Екі үстін қоймасақтаймыз. Одан кейін самайды қайталаймыз. Масақтаймыз. Содан кейін қастың астынан қалаймыз. Өйтіп, одан өріңдің үстіне қауқаққа қойып, егема оқымыз, одан қасықтың үстінен ақ-қанан қараймыз. Содан кейін мұрынның екі жақ бетті, яғни егінің екі жағын өйтіп ақ-қанан қалаймыз. Тағы жақ астына баса оқып, қауқарымыздың басымен ақ-қанан ғана бетті көреміз. Бұл да баланың бетін тынысқандығына. Ақ-қанан тынықпай отыра өйтіп басқа жасаймыз. Содан кейін тағы алдыға, артқа басқа жасаймыз. Келесі видеода кездескенше.